Мұса мен Қызыр. Мұсаға Алла көп ілім берді. Сансыз мұғжиза нәсіп болды. Кітап түсіріп дана етті. Рухани ілімнің шарапатынан Мұсаның көңілі шалқыды. Ол бірде: «Ва Алла, сенің ілімі менен асқан құлың бар ма?» деп сұрады. Әлбетте бар. Парсы мен Рум дариясы тоғысқан жерге барсаң, менің бір Қызыр есімді құлымды табасың. Сен содан сабақ ал деді. Мұса пайғамбар таң қалып, Қызырды көргісі келді. Оны қалай табам деп сұрады. Дорбаңа бірнеше балық салып ал. Ол балық қай жердің суында тірілсе, сол жерде Қызырмен жолығасың деді. Мұса жолға шықты. Темір таяғы тебендей, темір етігі теңгедей болғанда қос дария тоғысқан жерге жетті. Балықтар осы жердің суында тіріліп, жыбырлап жүзе бастады. Қызырды сол жерде кездестірді. Мұса ішінен мына шалдың менен қай жер артық деп ойлады. Сол кезде бір шымшық ұшып келді де, екеуінің ортасына бір тамшы су тамызды. Қызыр жымиып күлді. Мұса: «Неге күлдің?» деп сұрады. «Жиған терген ілімің тамшыдай ғана дегенді ишаралап тұр мына құс» деді. Мұса: «Онда теңіздей біліміңді көрсет, мен шәкірт болып саған ерейін» деді. Қызыр: «Менен ілім үйрену үшін сабыр керек. Мен кейде ақылға сыймайтын іс жасайым. Сол кезде тағат қылып ақырын күтесің. Артық сұрақ беруші болма. Шартты 3 рет бұзатын болсаң, сапарымыз тамам болады» деді. Мұса келісті. Екеуі жолға шықты. Ұзақ жүрген соң бір кемеге мінді. Кеме иесі Қызырдың танысы екен, одан ақы алмады. Біраз жүргеннен кейін Қызыр қолына балта алып, кеменің түбін тесе бастады. Кеменің ішіне су кіріп, бір жағына қарап қисайып, жүзуі нашарлады. Мұса шыдамай: «Ақы алмаған жақсы адамға неге қастық қылдың? Мұның не сенің?» деді. «Оу, ештеме сұрамаймын деген уәден қайда?» деді Қызыр. Мұса уәдесін ұмытқан үшін кешірім сұрады. Кеме әзер дегенде жағаға жетіп, бұлар түсіп қалды. Кеме қайта жүзуге жарамай қайраңда қалып қойды. Ал сапар жалғаса берді. Бір ауылға кіргенде ойнап жүрген бір топ балаға кездесті. Қызыр ойланып жатпастан әлгі балалардың біреуіне у беріп өлтірді. Мұса ашуланып: «Ей, бейкүнә баланы неге өлтірдің? Ол саған не жазды?» деді. «Оу, уәде қайда Мұса?» деді Қызыр екінші рет. «Ләббай, енді сұрамаймын» деп Мұса кешірім сұрады. Сапар тағы да қайта жалғасты. Жүре бір ауылдың үстінен түсті. Бірақ жолаушыларды жан баласы қонақ қылмады. Екеуі шарасыз кетіп бара жатып, қабырғасы құлайын деп тұрған қораның жанына кеп тоқтады. Қызыр қораның қабырғасын түзеп қалпына келтірді. Мұса: «Бұл ауыл бізді не қондырмады, не дұрыстап сыйламады, ал сен болсаң бөтеннің қорасын жөндеп жатсың. Не үшін?» деп ренжіді. Мұса уәдесін 3-ші рет бұзған соң Қызыр оған: «Мұса, осымен сапар да, сабақ та тамам. Бұдан артық сені қасыма ертіп жүре алмаймын. Сен Алланың хикметті істерін ұқпайтын нағыз наданның өзі екенсің» деді. «Надансың» дегенде Мұса шамданып қалды. Қызыр сөзін әрмен қарай жалғап: «Енді бәрінің сырын баяндайын. Әуелі кемені қиратқан себебім, сол елдің патшасы көрші елге соғыс ашып, кеме жинап жатыр. Енді жандайшаптар кедей танысымның жүзуге жарамсыз кемесін ала алмайды. Соғыс біткен соң досым кәсібін жалғастырады. Екінші, өлген баланың әке-шешесі момын адамдар. Ал бала бұзақы болып өсіп келе жатыр. Ол ер жеткен соң ата-анасын ауыл аймағын қан қақсататын қанпезер болмақ еді. Алла тағала момындарды аяп баланы маған өлтіртті. Үшінші, бұзылған қораны жөндегенім, ол аулада 2 жетім бала өсіп келе жатыр. Қабырғаның астында балаларға аталары мирасқа қалдырған алтын күміс көмулі жатыр. Қабырға құласа қазына шашылады. Ел жұрт талап,
жетімнің ақсын бермей кетеді. Алла жетімдердің мирасын өздеріне сақтауға әмір берді. 2 бала ержеткенше қабырғаны құламайтын етіп жөндедім. Мен осы істің бәрін Алланың қалауымен ғана жасадым деді. Бұл істердің сырын енді ғана түсінген Мұса, көңілі өсіп, өзін асқан білімдар санап, Алланың алдында айыпты болғанын ұқты. Қоштасар сәтте Қызырға ізет көрсетіп, іліміңіз шынымен артық екен, маған ақыл беріңіз деп қолқа салды. Сонда Қызыр, бірінші, шексіз ілім ұлық Аллада ғана болады. Екіншіден, кісіні киіміне қарап қорсынба. Үшінші, ақылың ашуыңа шолғыншы болсын. Төртінші, әр істің соңын бір Алла ғана біледі. Алдын ала кесіп пішіп, асығыс пәтуа айтудан сақтан деді. Осыдан бастап, ел арасында Алланың ісін пайғамбар болжап білмейді деген сөз қалыпты.